Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзі 20 минутта дайын болатын кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Қажет затымыздың бәрін осылай дайындап аламыз. Бірінші ұнымызды електен өткеріп аламыз. Одан соң қамыр қопсытқыштан осында 2 шай қасық толтырып саламыз. Егер қаласаңыздар, ванилинмен осылай салсаңыздар болады. Одан соң осылай жақсылап араластырып алыңыздар. Бөлек ыдысымызға 2 жұмыртқа саламыз. Оның үстіне қантты салып, жақсылап қант ергенше араластыратын боламыз. Мінекей қантымыз толық еріді. Енді үстіне айран мен сұйық майымызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Мен қажетті заттардың барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Егер де каналымда жаңа көрермен болсаңыздар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепт түрлерімен бөлісетін боламын. Енді осы массамызды ұнымыздың үстіне құйып, тағы да осылай жақсылап араластырып алыңыздар. Ұнымыз түйіршік болып қалып қалмас үшін осылай жақсылап араластырып алыңыздар. Мінекей осындай сұйықтықта болады. Енді осындай арнайы формаларға құятын боламыз. Егер де ішіне қағаз салмасаңыздар, формамызды жақсылап майлап алуымыз қажет. Мен осылай қағаз форма қолдандым. Қамырымызды формаға онша толтырмай құйып шығамыз. Бәріне толық құйып болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей аз уақыт ішінде кекстарымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте жұмсақ әрі үлпілдек болып шығады. Егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.